әр істің арақ болып бастамасы, мас елдің көбеюде масқарасы, адамзат Алласына құлдық ұрмай, тәубе етер тарс еткенде тасқа басы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде, арақ ішіп мас болған адамның 40 күн бойы намаз қабыл емес. Арақ ішкен адам 40 күн ішінде тәубесіне келмесе, тозақы болады. Егер тәубесіне келсе, Аллах тағала тәубесін қабыл етеді деген. Қайғылы оқиғалардың, адам өлтірудің және өзіне қол жұмсаудың 50% арақ ішумен сабақтасып жатыр. Жол көлік оқиғаларында да алкогольдің алар орны бірінші қатарда. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді дана халқымыз. Өсіп келе жатқан ұрпақ санасына салауатты өмір сүруді сіңіру ең алдымен ата-ананың, содан соң қоғам мүшелерінің міндеті. Алайда, сауап емес іздегені сауна болып, ал емес арақ шарап шын досындай, балық өсті басынан шіріп жатса, қалама ұлт басылмай, жұрт жасымай. Үлкенге үлгі, кішіге демеу болар, бүгінгі кей қарияның сыйқы осындай. Арақтың тигізер негізгі зиянының бірі денсаулығын күйрету. Алматы қаласы токсикология орталығында қызмет атқаратын Рашид Бейсенбекұлы науқастардың көпшілігі арақтан уланып түседі дейді. Алкогольдің суррогатымен уланған науқастар деген болады. Алкогольдің суррогатымен уланған науқастар көбінесе өте ауыр дәрежелі уланып реанимация бөлімшесіне түседі. Бұл жерде жаңағы метил спирті деген болады, изопропиловый спирт, бутиловый спирт деген неше түрлі техникада қолданылатын спирттерді, солардан жаңа спирт өнімдерін жасап, соны халыққа сатады. Соны ішкен адамдар өте ауыр дәрежелі уланып бізге түседі. Жаңағы самопал дейді ғой енді, жаңағы в домашних условиях пайда табу үшін сондай техникалық спирттарды алып, соны сумен араластырып, соны арақтың этикеткаларын, шыныларын алып, соған құйып сатады, пайда табу үшін. Сөйтіп адамдар соны ішіп уланады. Ең бірінші орынды сол спирт өнімдерімен уланған науқастар алады. Солар өте көп піседі. Пайыздық деңгейде қайтыс болғандардың ішінде бірінші орында спирт өнімдерімен уланғандар жатады.